Дәріс 2. Психологияны оқыту үрдісінің сипаттамасы, оқытудың формалары. Қарастыратын сұрақтар. Психологияны оқыту үрдісінің мәні мен ерекшеліктері. Психологияны оқыту құрылымы мен кезеңдері. Психологияны оқытуда қолданылатын негізгі формалар. Дәстүрлі және инновациялық оқыту формаларының айырмашылығы. Оқыту үрдісінің нәтижелігін арттыру жолдары. Психологияны оқыту үрдісінің мәні. Психологияны оқыту үрдісі білім алушылардың теориялық білім мен практикалық дағдыларды меңгеруін қамтамасыз ететін жүйелі, мақсатты, өзара әрекетке негізделген педагогикалық процесс. Негізгі сипаттары: ғылыми танымдық бағыттылығы, жеке тұлғаға бағдарлануы, іс-әрекеттік және интерактивті тәсілдерге сүйенуі, танымдық белсенділікті арттыру, теория мен практиканы ұштастыру. Психологияны оқыту үрдісінің құрылымы. Оқыту құрылымы өзара байланысты 4 негізгі компоненттен тұрады. Мақсаттық компонент – оқытудың жалпы және жеке мақсаттарын, яғни психологиялық білім, білік және дағдыны қалыптастыруды айқындайды. Мазмұндық компонент – психология ғылымының негізгі бөлімдерін, теориялық ұғымдар мен тәжірибелік материалдарды қамтиды. Процестік компонент – оқытушы мен студент арасындағы өзара әрекет пен оқыту әдістерінің жиынтығын білдіреді. Нәтижелік компонент – білімнің сапасы, дағдылар мен кәсіби құзыреттіліктің деңгейімен өлшенеді. Оқыту формалары. Оқыту формасы оқу процесін ұйымдастырудың сыртқы көрінісі, яғни оқытушы мен студенттің өзара әрекеттесу тәсілі. Негізгі формалар: дәстүрлі дәріс, семинар, тәжірибелік сабақ; интерактивті тренинг, пікірталас, кейс әдіс; өзіндік жұмыс, реферат, эссе, курстық жұмыс; қашықтан оқыту, онлайн курс, вебинар. Психологияны оқытуда қолданылатын формалар: оқытушы мен студенттің өзара әрекетін ұйымдастыру түрлері. Олар оқу процесінің мазмұнына, мақсаттарына және студенттердің дайындық деңгейіне байланысты таңдалады. Дәстүрлі және инновациялық оқыту формаларының айырмашылығы. Дәстүрлі оқыту білімді мұғалімнен студентке дайын күйінде беру тәсілі. Негізгі белгілері: мұғалімнің жетекші рөлі басым, лекция, семинар, практикум сияқты формалар қолданылады. Білімді есте сақтауға және қайталауға бағытталған, бақылау жазбаша және тест түрінде жүргізіледі. Инновациялық оқыту студенттің белсенділігін арттыруға, шығармашылық және сын тұрғысынан ойлау қабілетін дамытуға бағытталған процесс. Негізгі белгілері: студенттің белсенді іс-әрекетіне сүйенеді. Тренинг, кейс әдіс, жобалық және қашықтықтан оқыту түрлері қолданылады. Өз бетімен іздену мен топтық жұмысты дамытады. Цифрлық құралдар, мультимедиа, онлайн платформалары пайдаланылады. Оқыту үрдісінің тиімділігін арттыру шарттары. Оқыту үрдісінің тиімділігі студенттің танымдық белсенділігін, оқыту мотивациясын және кәсіби құзыреттілігін арттыруға бағытталған педагогикалық жүйенің нәтижелігі. Ол оқыту мақсаты, мазмұны, әдісі мен формасының бірлігін қамтамасыз етумен өлшенеді. Оның белгілері: студенттің белсенді қатысуын қамтамасыз ету, психологияның жағымды оқу ортасын құру, рефлексия және өзіндік талдау элементтерін енгізу, теория мен практиканы үйлестіру, заманауи оқыту технологияларын пайдалану. Оқыту үрдісінің нәтижелігін арттыру жолдары. Оқыту нәтижелігі студенттің алған білімін тәжірибеде қолдана білуі мен жеке дамуының көрсеткіші. Негізгі жолдары: мақсатты нақты қою, оқу нәтижесін алдын ала жоспарлау; интерактивті әдістер қолдану, тренинг, кейс, пікірталас сияқты белсенді тәсілдер оқу қызығушылығын арттырады. Кері байланыс орнату. Студент өз жетістігін және қателігін талдай алады. Заманауи технологияларды пайдалану, мультимедиа, онлайн сабақтар, цифрлық құралдар нәтижені арттырады. Теория мен тәжірибені ұштастыру. Практикалық тапсырмалар мен жобалар білімді бекітеді. Өзіндік жұмысты дамыту. Студенттің дербес ойлау және ізденіс қабілетін арттырады. Қорытынды. Психологияны оқыту тұлғаның ғылыми дүниетанымын, кәсіби ойлауын және практикалық дағдыларын қалыптастыратын күрделі әрі жүйелі үрдіс. Оқыту құрылымы мен кезеңдері білім мазмұнын жүйелі меңгеруге бағытталса, оқыту формалары дәстүрлі және инновациялық әдістердің үйлесімі арқылы жүзеге асады. Жалпы, психологияны оқытудағы басты мақсат студенттің тек білім алуын емес, өзін-өзі тану, ойлау, талдау және кәсіби тұрғыда дамытуға қабілетті тұлға болып қалыптасуын қамтамасыз ету.
Бақылау сұрақтары. Бірінші, психологияны оқыту үрдісінің негізгі ерекшеліктерін атаңыз. Екінші, бұл үрдістің құрылымдық кезеңдері қандай? Үшінші, оқыту формасы дегеніміз және оның түрлерін атаңыз. Дәстүрлі және интерактивті оқыту формаларының айырмашылығы неде? Психологияны оқытуда қандай инновациялық тәсілдер қолданылады?